Егер жер шарында көп емес 5 секундқа оттегі жоғалса не болады? Адамдар тек 5 секунд қана тыныс алмай тұрса болғаны ештеңе етпеме. Оттегі жоғалған соң бірінші секундта бетоннан жасалған құрылыстар түгелімен құлайды. Себебі оттегі бетонның тығыздығын ұстап тұрған соң, оттегі жоғалса, зәулім ғимараттардың бетонын ұстап тұратын күш қалмай қалады. Оттегі жоғалған соң екінші секундта озон қабаты түгелімен жоғалып, көптеген зиянды ультракүлгін сәулелерімен күн радиациясы жер бетіне тіке жетіп, далада жүрген тіршілік иелері лезде қауіпке айналады. Оттегі жоғалған 3-ші секундта атмосфера қысымында күшті өзгеріс туылып, мөлшермен 21% шамасында төмендейді. Бұл дегеніміз жер бетіне түсетін қысым теңіздің 2000 метр тереңдігіндегі қысымға ұқсас дегендік. Сондықтан адамзаттың денесі қысқа уақыт ішінде бұл өзгеріске үйлесе алмай, ішкі сүйектер опырылып, есту қуаты мүлде жоғалады. Оттегі жоғалған 4-ші секундта іштен жанатын моторлар қызметін тоқтатып, ұшып бара жатқан аэропландар аспаннан құлап, көшеде жүріп бара жатқан миллиондаған автомобильдер қозғаушы күшінен айырылады. Әрі әрқандай электрлі тасымалы түгелімен тоқтайды. Сонымен қатар ауадағы күн нұры шағылысатын заттар азайып, аспанда дереу қараңғылыққа шомады. Оттегі жоғалған 5-ші секундта 48% оттегі элементінен құралған жер қыртысы бүкілдей қирап, 100 миллиондаған адам шаң тозаң астында қалады. Әрі іркес-тіркес бүкіл жер шарындық бұрын болып көрмеген жер сілкіністері туылады. Қысқа ғана осы бір 5 секундта жер бетіндегі барлығы күйреп, адамзаттың неше мың жылдық мәдениеті де ақырласады. Оттегі біздер үшін міне осыншалық маңызды. Сондықтан алаңсыз алған әрбір тынысымыздың өзі төтенше қымбатты.